келдіңіздер біздің эфирға. Міне мына жерде менің өз адамдарым қосылып жатыр. Аргония страницасына осы жерден сұрақтар қойып отырады. Біз сіздердің құрметтеріңізге мен достарымды жинап бір кішігірім осындай концерт бергіміз келіп отыр. NS Music онлайн концерт деп аталады. Осы страницадан көре аласыздар бізді қолдап жүрген осындай адамдар. Көп рахмет. Және де Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің мемлекеттік академиялық филармониясының қолдауымен осындай кішігірім концерт. Мына жерде енді сразу айтайын, обстановкада халық жоқ қой. Біз сондықтан да мына жерде біз сойқаннан кейін барып, не қабылдап көрміз, заряжаемся, поэтому здесь немножко сложнее. Чисто для вас, чисто от души. Міне, бірінші әніміз біздің ең алғашқы мен жазған әнім түн деп аталады. Негізі қалай жаздым десеңіздер, ол мына звук туралы. Көрдіңіздер ме, қараңыздар. Хайп-бас деп аталады. Осы звук туралы бір ән жазғым келді. Не туралы жазғанымды білмедім. Сөйтсем мына звук тым-тым-тым деген. Бұл кәдімгі қазақтың түн деген сөз екен ғой, түн. Күннен кейін түн батты деген. Сол үшін түн деген ән. Ал кетті, ребятки, ну что, вы готовы? Шуақты жарық күн, құлақта осы үн, аспабымды алып, ойланып отырмын. Жазғым келді менің ән, таба алмадым ешбір ән, таба алмадым мағына. Күнім ырғады, ойланып дала, араң болмапты, одан кейін жерге бақты. Міне, осылай түн әнмен концертіміз басталып жатыр. Осындай небольшое интро. Қош келдіңіздер, Олимпийский! Так, все, осындай ән. Так, маған без конца в прямом эфире звонят, говорят, что, скорее всего, менің YouTube каналымдағы трансляцияда звук жоқ деп жатыр. Мына жерде адамдар. Абеке, сен микрофон алып. Смотрите, ребятушки, ничего страшного. Бізде есть запасной вариант, потому что мне NS Music страницасына кіріңіздер. Я там сторис у себя указывал. Солардан көрсеңіздер де болады, прямой эфирді. Сол жерде звук барлығын настроить. Енді біздің каналдан, скорее всего, звук болмай қалған шығар, но біз видео қылдырып, барлығын потом сделаем, отснимем и выложим обязательно. Так, енді қош келдіңіздер, ханымдар мен мырзалар. Так, сколько? 121 человек нас смотрит. Примерно сұрақтарыңызды жаза беріңіздер, я потом гляну, на некоторые вопросы отвечу. Қалың қалай брат, жақсы дейді. Маке, ютубта дауысы жоқ, да, естідім, білдім, айтты. Екінші страница бар, Астана филармонияның. Все уже есть, да? Все, уже говорят, есть, все отлично. Енді қараңыздар, ханымдар мен мырзалар, бүгін мен қасымда менің достарым, біріншісі міне Нұр-Сұлтан деген легендарный музыкант. Очкиін көрдіңіздер ме? Гангстер. Осы жігіт маған бүгін гитарамен осылай ойнап, күшті көңіл күй сұрап тұрады. Екінші досым менің міне Абеке, Амантай Абен деген досым, тоже гангстер. Қазір осы жігіттермен біз сіздерге менің әндерімді емес, маған өзіме ұнайтын, халыққа танымал, легендарный ағаларымыз орындап жүрген әндердің бір попури жинап келдік, соларды орындап берейік. Бірінші әніміз өткенде жекпе-жек проектінде мен Мейрамбек ағадан көрдім. Махаббат деген қандайды деген өлеңді айтты да, просто жүрегім бәрі ауырып, өте тамаша шыққан. Сол әнді орындап бергім келіп тұр. Кеттік. Давайте.
махаббат деген қандайды, қарасам көзім талмайды, сағынған жанға жете алмай, қаншама гүлдер сарғайды. Алла беке давай. Ғашықсыз өмір ме, егілме жаным егілме, көптегі күнге қол созған, не дерсің жаным, не дерсің мынау көңілге. Күлерсің дағы жыларсың, жыларсың дағы шыдарсың, жазылмас дерттің дауасын, жаным ау кімнен сорарсың. Осындай тамаша, действительно жүрекпен жазылған ән, жүрекке жетті деген осы ғой. Аға легенда. Так, екінші әнге апарттары кетті. Тағы да мен өте қатты сүйіп тыңдайтын әнім. Тағы да осындай легендарный ағам бар, Жұбан Жағын, сол орындауында өте қатты ұнады. Кеттік. Нұр жауып тұрған көктемде, гүл тере барсам бөктерге, қоңыраулатқан аспанда найзағай шаншып өткенде, есіңе мені алғайсың. Қоңыраулатқан аспанда найзағай шаншып өткенде, есіңе мені алғайсың. Осындай тамаша ән. Тағы да бір әніміз бар. Бұл енді келесі әніміз менің әкемнің ең жақсы көретін әндерінің бірі. Еркін Нұржанов деген ағамыздың тоже әні «Ай күн» деп аталады. Действительно өте әдемі ән. Тыңдап көріңіздерші, маған Алика текстін берші. «Ай күн». И гитара чуть громче. Мен де сені көре алмаймын, сен де мені көре алмайсың күнде. Сен де соны қалағаның, мен де соны қалағаным мен. Мен де сендей бола алмаймын, сен де мендей бола алмайсың мүлде. Сен өзіңді ай мен күннен төменірек санағаның мен. Ай күн, айға да теңестір алмаймын, күнге де теңестір алмаймын. Қатты ұқсайтының болмаса жұлдыз, жұлдыздай жымыңдайды бір қыз, шолпанмен бірге тұратын қыз, тәтті ұйықтайтыны болмаса. Осындай «Ай күн» деген әнге. Келесі әніміз енді тағы да сол Жұбаныш ағамыздың репертуарынан өте қатты ұнайды. Міне уже музыкасынан тыңдап тұрған шығарсыздар. «Жолдан» деп аталады. Вступать ете алайық. Түзу жолдарды, асулар мен жондарды, суретшідей сомдады дала. Гитарамды алсын шашқан. Жол жүргенде жайдарым, сұлу самал майданым, көңілімді жайлады жаным. Жол жүргенде жайдарым, сұлу самал майданым, көңілімді жайлады жаным. Алыс түзу жолдармен заулап, жүрегімде оттай сезімім барда, жеткізбейтін қиялы да бәрі алда. Ұлы дала шақырады алдан, таусылмайтын шексіз жолдарым арман, әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға. Әлі талай аттанамыз ұзақ жолға. Осындай ән. Келесі енді біздің әніміз, мен қасында отырған Амантайдың өзінің орындайтын жеке авторский әні
өмір шіркін-ай деп аталады. Негізі мен неге осындай қасыма тартып жақсы көремін, адамдар бүткіл жүрегі бар да, тыңдап көріңізші, мына әннің білмеймін, бір харизмасы бар, маған қатты ұнайды. Қазақи, әдемі, ән етіп жібер. Только текст көрсетіп жүрші ма? Ал кет. Айлар өтер, жылдар өтер, болашағың секрет. Жүрме бекер сүретіндей бұл өмірді екі рет. Жүректегі сенің кілтін жоғалтудан сақта. Дәулетің өсіп шалқыған шақта. Өмір шіркін-ай, тәтті құлпын-ай, атқан жылдарым шапқан жылқыдай. Ойын күлкім-ай, өтер бір күн-ай, өткен күндерім шаққан шырпыдай. Өткен күндерім шаққан шырпыдай. Сәндік жетпей тұрды. Сәндік көріп атсақ, үлкен салам алейкум саған. Осындай ән. Міне, осындай біз инструментальный блокпен бастап жатырмыз концертімізді. Мына жерде енді халқым жазып жатыр. Әлі звук жоқ деп жатыр, бірақ айтып отырмын ғой. NS каналын, YouTube каналынан көріңіздер. Сол жерде барлығы бар. Менің YouTube каналымды потом видео ретінде зальем. Так, давайте кішкене фидбэк пообщаемся менің көрермендеріммен. О, міне түзу жолдармен дегенді айтып деп жатыр. Қағаз айтып беріп қойсын. Халықтың жүрегіне тиіп жатырмыз, значит. Арғында дауыс жоқ дейді да, дамы деп қосам ютубта дейді. Кішкене шошып кеттім. Немножко напугали меня, конечно. Так, келесі. Мына жерде кім отыр? Олжас. Дауыс жоқ. Все, я это уже понял, зафиксировал. Келесі енді біздің блогымыз. Ол уже менің авторский әндерімнің блогы. Абеке бар, қой бересің да, помощь да. Келесі әннің аты Қасқабақ деп аталады. Жаңа мен қасымда айтуға көмектескен Амантайдың жақсы көретін әндерінің бірі. Қасқабақ. Енді мен түсіндіре кетейін, Қасқабақ деген ән қалай жазылған, не туралы жазылған. Мынау енді біз творческий адам болғаннан кейін білесіздер ғой, осылай шабыт іздеп жүреміз, кейде кешігіп келеміз үйге. Сондықтан да кейде жұбайларымыз мүмкін бізге ренжуі мүмкін. Неге кеш келесің, неге сол шабытты қуып жүресің деп. Бірақ біз қанша мұңайып жүрсек те, өзімізді қинап үйде күліп жүрсек те, бәрібір әйелдеріміздің қас-қабағына қараймыз. Сондықтан да қадірменді сүйікті жарларымыз, сіздердің құрметтеріңізге біз барлығы сіздердің қас-қабақтарыңызға қараймыз. Очкимді киіп алайын, потому что я становлюсь гангстером. Ал кетті, Қасқабақ. Мына жерде енді даблмен бізде бэк барлығы беріп тұр, мен қосылып, после сіздермен бірге для настроения. Атмосферасы түсінші тек бір сенде. Тәнім еркектеп кеуде ұрса да, сіркем су көтер алмай тұрса да, бәрібір мен сен қас-қабағыңа қараймын, сен жаныңдағыма балаймын, айлы күндерін санаймын, арайлым, ай қас-қабағыңа қараймын, сен жаныңдағыма балаймын, айлы күндерін санаймын, арайлым, ай жалғыз бағым, соны өтініш тәніңмен түсінші жан.
Түсінем анда-санда бәрінен сенің таусылады шыдамың табу үшін өнердің тоқы терін жүру керек маған осылай еркіндемін көптің бірі болып кетсем мазасыз боп сенің тағы да меңшіртемін мұңайып өзім жүрсем де өзімді қинап күлсем де үйімнің атмосферасы түссінші тек бір сенде тәнім еркектеп кеуде ұрса да сіркем су көтер алмай тұрса да бәрібір мен сенің қас-қабағыңа қараймын сен жанбағыма балаймын айлы түндерін санаймын арайлым ай қас-қабағыңа қараймын сен жанбағыма балаймын айлы түндерін санаймын арайлым ай осындай ән қас-қабақ деген что как зайти осындай өздерге қалай енді халық қайта үстінде сабылып тұрды кішкене жақсы ал кеттік келесі әніміз бізде по списку что у нас было наша монтажка так по списку у нас тағы да бір келесі әніміз Алеке айтып жер и мен айтып жіберемін қазір историясын какой песня сенде ару жоқ ой наконец-то сенде ару жоқ сенде ару жоқ деген мен Айхан досыма үлкен жалынды сәлем жолдаймын өткенде өзім прямой эфирде маған да сәлем жолдапты действительно екеуміздің сәтті дуэтіміз болып шықты қазір действительно өте көп адамдар тыңдап жүр Айханға жеке рахмет за все что он делает вообще красавчик жақсы көремін брат от души но бізде бұл версияда қайырмасын Айхан айтады ғой и там Айхан қасында жоқ сондықтан да оның алдындағы монтажный версиясы бар как раз біз осы Абеке екеуміз отырып жазған полный менің сольный версиям соны орындап берейін сенде ару жоқ деп аталады қару жоқ көріп тұрсың ғой мен тек саған қарағанды сендей ару жоқ саған қарсы қару жоқ сезіп тұрсың ғой мен тек сені қалағанды түсін алмай кейде мен сені қаламын өшіре алмай сені түбімнен санамның баламын мен әлі барлығын түсінбейтін көз алдымнан кетпей қойды сенің сұлу сол бір кейпің түсін алмай кейде мен сені қаламын өшіре алмай сені түбімнен санамның қаламын мен осы маған ғана керек бә деп ұрысып қалсақ жанамын мен ғана тепшектерлі кетші әрі кет қарағым бағындыра алмай мен сені өз-өзіме барамын ағырсың қайысқандыр майыспайтын сабағың қалай ғана сен өзіңді менен жоғары санадың кетші әрі кет қарағым бағындыра алмай мен сені өз-өзіме барамын ағырсың қайысқандыр майыспайтын сабағың қалай ғана сен өзіңді менен жоғары санадың
санадың, өзіңді биік санадың, бірақ бүгін менсіз өмірің осылай қарағым. Санадың, өзіңді биік санадың, бірақ бүгін менсіз өмірің осылай қарағым. Сөзді ұқпайсың, тілімді алсаң ұстайсың, қалағаныңды айтқан сөзді ұқпайсың, тілімді алсаң ұстайсың, қалағаныңды сендей ару жоқ, саған қарсы қару жоқ, көріп тұрсың ғой менің тек саған қарағанды. Сендей ару жоқ, саған қарсы қару жоқ, сезіп тұрсың ғой менің тек сені қалағанды. Маған осы айтқан сөздеріңнің керегі не? Қатып биік кеттің сен менің жүрегіме. Өзіңді биік санадың, бірақ бүгін менсіз өмірің осылай қарағым. Маған осы айтқан сөздеріңнің керегі не? Қатып биік кеттің сен менің жүрегіме. Өзіңді биік санадың, бірақ бүгін менсіз өмірің осылай қарағым. Осындай ән. Так, музыкальный кет, давайте сапа. Өзіңізге. Давайте кеттік. Келесі әніміз монтажка бойынша. Жаңа ән дейді, но жаңа әнға дейін давайте біз песню «Көкшебелек». Да, «Көкшебелек». Менің «Көкшебелек» деген әнім бар, жазған, сөзінде әнімді өзім жазған, сол үшін мен ән айтардың алдында осындай бір кішкене презентация жазып тұрамды. Не туралы айтып жатыр, тексті не туралы, әңгімесі не туралы деген сияқты. В общем, «Көкшебелек» деген ән. Вообще, «Көкшебелек» деген ән емес, «Көкшебелек» деген это история. В общем, мындай туса болған, қараңыздар, осы тусовка болады. Бала холостой, бірақ әл ауқаты бар, осындай үйде барлығын шақырады, тусовка жасайды. Кеше біздің үйде шайқадық қой, достарды жинап, қыздар келген, шашын бүйрап, соңында бәрі қирап дейді. Сондай текст. Таң атқанға дейін қыдырдық қой, организм қинап, ол үйренген, ондайларға қалған ширап. И жаңағы тусовка жасап жатыр балалардың барлығы. Келіп қапты барлығы шын көңілмен бізді сендермен сыйлап, сен сыйлап, мен сыйлап, сен сыйлап дейді. Сыйлап келгеннен кейін жаңағы балада осындай позиция болады. Ол мен бір қыздармен танысып, өз үйімде жүре алмаймын, тығылып. Мен балалармен болу керек, олар сыйлап келгеннен кейін баканса деген бар мындай пацанский. Сондаймен жүреді. Бірақ үйіне көреді да, бір уақытта сәл мезетке қалса мен жинап, оны на секунду такой трезвеет. И бүкіл бүйім арасында көзіме жарқ етіп ешінат түсе қалдым. Талпан арасынан бір осындай қыз силуэт такой размытый, оны же кішкене гуляет. И силуэт размытый, бірақ үстінде көк көйлек. Көк көйлек, и бүкіл бүйім арасында көзіме жарқ етіп ешінат түсе қалды. Үстімдегі көкшебелегім. Сосын жаңағы историямыздың жалғасында таңертең енді барлығы қыдырып кетеді, бірақ ана қыз жаңағы көк көйлек киген үйден шығып бара жатқан кезде осындай шеге тартып шеге шығып тұрған ғой. Сол шегеге бүйтіп өтіп бара жатады да, кусочек материалын қалдырып кетеді көйлегінің. Көкшебелек маленький. Ертең күні жігіт, осы тусовка бітеді, жігіт оянады. Қараса үйдің барлығы быт-шыт, астан-кестең, енді барлығы қыдырып кеткен. Есік алдына шығып алған горға қарайды, ана жерде біреу баласымен ойнап жүр. Ана жерде қарайды, детский площадка барлығы балаларымен жүр. Барлығы семьяларымен, әйелмен, жаңағы жігітте тасқа басылады жүрегінде. Мен неге осы қасымда жұбайым жоқ, мен әлі жалғыз жүрмін, келді потуси деп все ушли деп. Сосын үй жинап жатса, жаңағы кусочек материалды көреді, көкшебелек. И сол туралы ән жазады. Көкшебелек ойымнан тудыртып жаңа ән, талдырып ес, көкшебелек тұрмын тойымды қудыртып армандап, как она есть деген өлең. Давайте кеттік, көкшебелек. Кеше біздің үйде шайқадық қой, достарды жинап, қыздар келген, шашын бүйрап, соңында бәрі қирап. Таң атқанға дейін қыдырдық қой, организм қинап, ол үйренген, ондайларға қалған ширап.
келіп қапты бәрі шын көңілмен бізді сендермен сыйлап, сені сыйлап, жаныммен сыйлап. Бір уақытта сәл мезетке аяқ астынан қалсам еш жинап, бүкіл бейім арасында көзіме жарқ етіп ешін атып түсе қалды үстіндегі көк шүберегің. Ойымнан тудыртып жаңа ән, талдырып ес сенің көк шүберегің. Тұрмын тойымды құлдыртып армандап, как она есть. Қыздарды қалыспады бірақ шулатып көшелерін, неге екенін білмеймін, бірақ бәріміз сондаймыз, білмейтін мөлшерлерін. Ертеңінде ең обалы қаласың ғой бәрібір сен, ұмытып қызыл жерлерін. Қанша жердің бәрін ұмытып қалсам да есімде мәңгілікке жатталып үстіндегі көк шүберегің. Күтімдегерін ең тапсам мен сені қалай жіберем, жаным алып беретін не деген қасиет. Махаббатым суып қалса сенсіз енді қайтем, не деген едің кеш. Содан бері мен сені жалғыз демеген жер, таба алмай таусылып сенім. Арасынан бұлттардың күндей болып жарық етіп шыға қалдың, бірақ үстінде жоқ сен. Көк шүберегің, ойымнан тудыртып жаңа ән, талдырып ес сенің көк шүберегің. Тұрмын тойымды құлдыртып армандап, как она есть. Сенің көк шүберегің, ойымнан тудыртып жаңа ән, талдырып ес сенің көк шүберегің. Тұрмын тойымды құлдыртып армандап, как она есть. Көк шүберекті үстіңе киіп алып келіп қалдың сол күні. Көк шүберекті үстіңе киіп алып келіп қалдың сол күні. Ладно, тогда я поехал, ребятки. Көк шүберек деген ән осындай. Бұл енді чисто фанк стилінде. Но негізі видеоға, жаңа историясын айтып бердім ғой уже, да, қалай болған. Бірақ видеоға соңында вообще добивкасы бар, страшнейший. Айтайын ба, айтпаймын деп тұрмын, ойланып тұрмын, но примерно лучше видеомен бірге көресіздер. Так, келесі әніміз біздің Абеке, айтып жүрші, пожалуйста, родной. Че насыл? Жоқ, жаңған кактусы да? В общем, енді бүгін концерт болғаннан кейін, прямой эфир болғаннан кейін, біз кішкене дайындалып келдік. Сіздерге бір тосын сый дайындап келдік, жай бұл, естіп жүрген әндер болмасын. Bir жаңадан бір ән көрсетейік дедік. Жазған әніміз кактус деп аталады. Неге кактус дегенде, мен сіздерге осылай поэзия ретінде текстін түсіндіріп берейін тағы. Бұл арағаштық туралы. Арағаштықта бір қыз бен жігіт встречаются, бір-бірін жақсы көреді. Сосын жаңағы қыз семьясы барлығы басқа қалаға көшіп кетеді. Сосын жаңағы жігіт пен қыз екеуі ойлайды, ештеңе етпейді, арамызда сенім болса, біз расстояние ничего преодолеем деп. И осындай метафора. Арағаштықта бақыт болмайды. Өйткені күнде келіп суарып отпасаң, айтшы қай гүл солмайды. Солмайтын тек бір-ақ гүл бар. Ол кактус. А кактустерді арам шөптерге жатқызды. То есть гүл деген бізде түсініп тұрсыздар, кактус деген тоже түсініп тұрсыздар. Сондай кактус деген ән қойып жүре аламыз ба, Абеке? Онлайн кактус, да? Жаңа әніміз чисто сіздердің құрметтеріңізге NS Music онлайн концерт. Көрмегелі талай айлар өтті нұр жүзіңді, есімде бір сол өзіңді, екеуміз қошағаладай жүрдік шашы барай. Бәрі жақсы боп көрінді, естігенше сол сөзіңді, біз аударамыз көшімізді. Ойлай бедір түк өтпейді деп жол бір-бірімізге болса сенім. Бір жылдан аса сағынысып жүрдік, енді менің түсінгенім. Арағашықтықта бақыт болмайды, суар
суармасаң айтшы қай гүл солмайды, суармайтын бірақ гүл бар, ол кактус. Сен емесің басыма қонған бақ құс. Ара ғашықтықта бақыт болмайды, суармасаң айтшы қай гүл солмайды, суармайтын бірақ гүл бар, ол кактус. Сен емесің басыма қонған бақ құс. Сеніміңе жүрмін дала кезіп, арманым бала бесік. Қанша жүрем сені күтіп, отау құру керек тұрмын пісіп. Ашшы маған есік, енді бізге түк күтпейді бұл жол. Егер біздің үйге болсаң келін, бір жылдан аса сағынысып жүрдік, енді жанымдамын күрсінбегін. Ара ғашықтықта бақыт болмайды, үйленбесең айтшы қайғы солмайды, солмайтын тек бірақ қыз бар, ол кактус. Кактустерді арам шөптерге үйленбесең айтшы қайғы солмайды, солмайтын тек бірақ қыз бар, ол кактус. Кактустерді арам шөптерге жатқыз. Осындай міне ара ғашық деген әніміз жаңадан кактус. Қалай? Сен бұны мен саған көрген жоқпын бірақ, да, кактус, да? Бұл бірінші рет көріпсің. Мен де бірінші рет естідім. Сен де бірінші рет естідің? Кактусты серьезно? Сүйесің ғой? Сөздері өзім жазамын. Так, енді монтажға көрсетші, қандай бір әндер айтып береміз дегенбіз. Соларды көрейік. Не бар орындайтын? Мына жерде залмен общение 72 адам көріп отыр екен бізді. Давайте, бір-екі комментарий оқып, бір қызық сұрақтар болса, соларға жауап берейін. Міне солмайтын бір гүл ол кактус, кактустерді арам шөптерге жатқыз деп жатырсың. Уже цитата. Афоризм. Так. Қалай сіздерге кактус? Мына жерде мына бұрып деді, мына лайк деген. Судьяны көрсетіп жүрейін. Лайк дегенді басып. Ну, здесь все просто салем, былай особо жауап берілетіндей қызық не жоқ екен, сұрақтар жоқ екен. Минусты қайдан аламыз дейді. Минусты по-разному. Иногда мен өзі бір ән жазып, мотивін барлығын істеп алсам, тайп-битерін более-менее келетін дегенін тауып қарап ете беремін. Сосын просто там меняешь основной партию, сольный инструмент меняешь, и уже басқарам жоқ болып кетеді совсем. Басулку меняешь. Так, ары қарай. Что у нас здесь? Ой, рахмет барлығы. Большой палец вверх деп жатсыздар. Вообще от души көп рахмет сіздерге. Очень приятно. Бізде соған қарап бар, да, если что, соған қарап обязательно споем. Біразы күтіп отқан жер. Я, мүмкін. Соған қарап қалай? О, меня смотри, деп лайки пошли. Ну, примерно енді көріп отырмын, кто здесь. Всем рахмет. Что здесь, что смотрите. Если сұрақтар болса, конкретно жазып отырыңыздар мына жерге. Да, андай дуть қоятын сұрақтар ғой, сондай. Дуть қоятын сияқты бір интересный. Спокойно отырып сіздерге развернутый түрде жауап беретін. Келесі әніміз соған қарап деп аталады. Цензурная версия, уайымдамаңыздар. Все очень нормально. Биті көрейік, соған қарап кеттік.
еркіндікте болсын дедім, сағым келмеді сені қамап, сені қамап, сені қамап, сені қамап, сені қамап. Жұп қылдым жан жағында аңшылардың бәрін талап, енді жүрсің шуақ шашып махаббатқа мені балап. Көңлім орнында болса ризамын соң қарап, соң қарап, соң қарап, соң қарап, соң қарап. Соң қарап жүрмін, жүрмін соң қарап, соң қарап жүрмін, жүрмін соң қарап. Соң қарап жүрмін, жүрмін соң қарап, соң қарап жүрмін, жүрмін соң қарап. Жүрмін соң қарап, жүрмін соң қарап. Жаздың бір айлы күнінде ғашық болдым мен саған, жерге қарап. Жүрдім асығып кездесуге сағаттар санап, еркіндікте болсын дедім, сағым келмеді сені қамап, сені қамап, сені қамап, сені қамап, сені қамап. Жоқ қылдым жан жағында аңшылардың бәрін талап, енді жүрсің шуақ шашып махаббатқа мені балап, мені балап. Көңлің орнында болса ризамын соң қарап, соң қарап, соң қарап, соң қарап, соң қарап. Соң қарап жүрмін, жүрмін соң қарап, соң қарап жүрмін, жүрмін соң қарап. Жүрмін, жүрмін соң қарап, соң қарап жүрмін, жүрмін соң қарап. Антония, сөз жоқ, енді қамап, жоқ қылдың аңшылардың бәрін талап. Бірақ сен қашан жүресің сол қызға жай сырттан қарап. Саған бүйту керек еді, ол қызға үйлену керек еді. Жанұя, бала-шаға, жасың 27-ге келді ғой. И мына екінші куплетті хотя бы кішкене өзгерту керек еді. Че, серьезно, что ли? Конечно! Ой, оның бәрін бүйту керек еді, бүйту керек еді, бүйту керек еді. Ой, оны бүйту керек еді. Ой, оның бәрін бүйту керек еді, бүйту керек еді, бүйту керек еді. Ой, оны бүйту керек еді. Оны бүйту керек еді. Оны бүйту керек еді. Вас кого-то заставляет аплодировать, ё-моё. От души надо, вау, о, кішкене шум, о. Бля, понимаете, вы знаете, энергетика уже другая. Так, смотрите, следующий әнімізде қандай болды бағана? Монтажка бойынша, о, давайте, сағат неше болды уже? 40 минут бар бізде, да? 40 минут кеттім, 20 минутымыз бар. Мен сіздерге тағы да бір жаңа оны орындап берейін онда, иә? Вообще, қалай енді, мен планирую уже вот на целый год, думаю, ай сайын бір ән шығарып тұру керек деп. И бывает же, кейде екі ән шығып кетеді, кейде 3 ән шығып кетеді, заранее жазып қоямын, и шығармай жүремін осылай, көрсетпей ешкімге. Потом уақыты келгенде шығарамын деп. Но бүгін енді күшті концерт, күшті прямой эфир, да, давай покажем. Жарық көрем деген ән жазғам. Иә, жарық көрем деген, вообще андай махаббат туралы өлең жазу қазір, особенно по тексту, очень сложно. Потому что уже бүкіл сөздердің барлығын уже қолданып тастаған. Жаным, күнім, анау уже, люблю, не могу жить без тебя, просто высыхаю дегендер өлеңдер уже көп. И маған надо было как-то донести, енді уже әйелмен когда уже 10 жыл живешь, я тебя люблю деген уже не канает уже. Уже действительно бір аргумент айту керек, за что, вот, что ты видишь в ней деген, да? Мен өзі жұбайымның көзінен бір жарық көрем, не знаю, вот это, как это объяснить? Былай полностью түрін емес, а бір көзінен бір душа родная жарық көрем, сол жарық көрем деген ән орындап келейік, да? Давайте. Саундтректарға келетін мынандай, дайте.
осындай ән. Ну что, ребята, что скажете? Моя вся аудитория. Гангстер, точно? Сам Сиви гангстер. Ладно, рахмет, өтірік айта салдыңдар, чувствую. Келесі ән қандай? Зато айттыңдар. Ну, оның өзі айтып жатыр, да? Мен бұл әнді жатқа өлем болды. Қалмаймынды ма? Қалмаймын, я думал, просто ровно вот сейчас, когда 57 болған кезде... Жоқ, жарық көремін дейді. Жарық көремін, я. Қалмаймын, мен лучше закончим, или что сейчас споем? Ну, давай, посмотрим, қалмаймын споем, что здесь говорят? Так, кеттік, все. Келесі біздің орындалатын әннің аты, әрине де, кірмей қалама деп қорқамын. Смотрите, кірмей қалама деп қорқамын. Так, стоп. Осы жерде очень важно. Мына жерде енді ағаларымыз бар шығар, көріп отырған, жеңгелеріміз бар шығар. Мен бұл әнді, просто тентек әнді андай кішкене. Сол үшін алдын айтып кету керекпін. Бұл жерде негізі я не вкладывал осындай какой-то плохой мысль. Ну, маркетинг қой, маркетинг так работает. Это сондай өзінің формулалары бар. Просто ән негізі былай толығымен мағынасын оқып көрсеңіздер, осылай. Қарашы, мен сізге проза қылдырып айтып берейін. Проза, да, стихотворение. Сол кезде сіз поймете, что ничего такого. Ана жолы мен осы бүйту керек деген ән жазғанмын ғой. Сол бүйту керек деген ән интернетте жақсы таралып, Вайнер бауырларымыз барлығы қолдап, өте жақсы осындай оборот алып кетті. И аты соған қарап ол бүйту керек деген ән. И вот ана жолы бір ән жаздым, аты оның соған қарап. И кіріп кетті, короче. Енді достарым жүр, менен екінші ән сұрап. Неге жазбайсың деп қинайды. Сұрақтар көп туындайды. Мен қорқатын бірақ, айтатын бірақ қана сылтауым бар. Кірмей қалама деп қорқамды. Боюсь, вдруг эта песня не дойдет. Қазір екінші ән жаз дейді, мен жазып берем. Бірінші ән күшті кетіп жатыр, екінші ән кірмей қалса, тоже не вариант да, по идее. Но кішкене хитрость бар, конечно, хитрость бар. Енді өтпей қалама деп неге айтпадың деп жатыр біреулер. Неге былай айтпадың, білмеймін. Мен біздің жақта мен өзім КВН-мен, балалармен қанша поездкаларда жүрдім. Біздің лексиконымызда ондай сөз бар. Кірмей қалды, әзірі кірмей қалды сен деген, мысалы. Музыка кірмей қалды деген. Сондықтан да қатты ренжімеңіздер. Кетті, кірмей қалама деп қорқамын. Ана жолы бір ән жаздым, аты оның соғын қарап. Кіріп кетті енді достарым жүр, менен екінші ән сұрап. Неге жазбайсың деп қинайды, сұрақтар көп туындайды. Кірмей қалама деп қорқамын, кірмей қалама деп қорқам. 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 Неге? Айттым ғой енді. Кірмей қалама деп қорқамын, кірмей қалама деп қорқам. 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 Кірмей қалама деп қорқамын.
аламын деген. Так что, видите, это про песню говорится, так что қатты жібермеңдер. Так, енді сонымен давайте кішкене подытожим, да? Посмотрим вопросы, если мына жерде бір сұрақтар болса, глянем, какие-то интересные. Дуйттың сұрақтары бар ма? Дуйттың, детский сондай. Так, ондай сұрақтар жоқ екен. Всем просто нравится. Тогда рахметушки. Как тебе, Аружан? Я же не знаю, Аружан. Ну, уже как тебе, Аружан? Так, карантин, да, карантин. Іш пісті үйде өте іш пісті. Қайта жақсы болды осылай міне қолдап, былай жерге концерт істеп күшті болып жатыр. Творческий андай. Бізде, видите, үйде жата берген кезде уже творческий энергия накапливается, шығара алмай қалды. Бүгінгі концерт өте әдемі болып жатыр. Сол үшін всем рахмет, всем организаторам, всем тем, кто поддержал. Так, здесь что у нас еще? Карантин іш пісті, ну, в принципе, солай екен. Жақсы, в общем, все понятно примерно. Ал енді, ханымдар мен мырзалар, осы эфирді көріп отырған, эфирдің арғы бетінде тұрған барша көрермендер, бүгін назарларыңызды бөліп, осылай бізге қарағандарыңызға көптен көп рахмет. Мына жерде міне YouTube NS Music онлайн концертіндегі YouTube каналында отырған адамдарға рахмет. Мына жерде менің өзімнің көрермендерім. Енді менің YouTube каналымда, по-моему, со звуком какие-то проблемы были. Я, кажется, его не настроил, но ничего страшного. Презентация здесь была, трансляция была, біз видео көрсетеміз. Көп рахмет. Карантинда ауырмаңыздар, руки мойте чаще, желательно сидите дома, лучше үйде отыра берген дұрыс, потому что қазір осындай індет болып отыр ғой. Біз сіздерге үйде іштеріңіз пысып үшін осындай әртүрлі концерттер қойып тұрайық, әртүрлі әндер жазып тұрайық. Рахмет, көріскенше сау саламатта болыңыздар, сағат 9:00. Әрдайым еңселеріңіз тік, қаламдарыңыз нық болсын деп айтайын дегенмін.